Ай, ақымақ басмай. Анама 8 наурызға сыйлық алуды ұмытып кетіппін ғой. Мұнда гүл дүкені бар екен ғой. Сәлем балақай. Не іздеп жүрсің? Гүл іздеп жүрсің бе? Мен 8 наурызға анама гүл іздеп жүрмін. Қандай гүлдер алғың келеді? Мына гүл неше тұрады? Бұл бәйшешек гүлі 1000 теңгеден басталады. Ал мынау ше? Бұлар 2000 теңгеден басталады. Бізде және де мұнда басқа да гүлдеріміз бар, әртүрлі. Егер де әжеңе, үлкен кісілерге гүл алам десең, онда мынандай құтыдағы гүлдерді алуына болады. Енді өзің қарап таңдай бере ғой, сосын кейін маған айтарсың. Сен сөйлейсің ба не? Ау балақай, бірдеңе дедің бе? Жоқ, маған мына бәйшешек пен мысықты бересіз бе? Ана гүлді саған қазір орап берейін, уайымдама, көңілің түспесін, ақшаң жетіп тұр. Ал ана мысықты мен қоқысқа лақтырып жіберем. Қоқысқа? Бұл не дегеніңіз? Маған бұл ұнайды, мен бұны сатып алам. Білесіз бе, маған бірақ гүл де керек. Мен бірақ мысықты да алам. Балақай, көңіл күйің түспесін, міне саған гүл, қане ақшаңды есептеп жіберейін. Жақсы, гүлге жетіп тұр. Ал енді мына мысықты өзім бүгін қоқысқа лақтырайын деп едім. Жарайды енді. Ол сенікі болсын, көрей ме? Міне мысық та саған, ал сау бола ғой. Балақай. Құтылдың ба, құтылмадың ба? Саған рахмет досым. Ғажап, сен шынымен де сөйлей аласың ба не? Әрине, сөйлей алам. Мяу, мен тіпті түрікше, мәрхаба, ағылшынша, hello. Керемет! Мен ендігі жерде қалада, бостандықта, еркіндікте өмір сүруге кетем. Чау! Қоя тұр, сен мына түріңмен қайда барасың? Адамдардың бәрін шошытасың ғой. Шоштан? Қалай шоштан? Біле білсең, мен ең сымбатты, ең жұмса, сондай әділдікті үнемі жақтайтын әділетпін. Ал достарым үшін аддёка. Жарайды, ашулана берме, мен сені үйіме алып кетейін. Сен менің үйіме баруға қалай қарайсың? Менің үйім үлкен. Қайда? Анашым, 8 наурыз мейрамыңызбен дауыс сыйлығым. Ой, жаным, рахмет, қандай әдемі. Не тығып тұрсың ана жақта? Мысық.